Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін кешкі асқа ерекше тағам дайындайтын боламыз. Ең алдымен видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, және де видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Алдымен картошкамызды суға пісіріп алып, пюре қылып езіп аламыз. Одан кейін бір жұмыртқа, дәміне қарай бұрыш, және де 2 ас қасық ұн қосамыз. Және де қамырымызды араластырып шығамыз. Қамырымыз өте нәзік, қолға қатты жабыспайтындай болып шығу қажет. Салмамызға 1 пияз алып, өте жіңішке етіп турап шығамыз. Одан кейін сәбіздің жарты бөлігін теркамыздың үлкен бөлігінен өткізіп шығамыз. Табамызға сұйық май құйып қыздырып аламыз. Одан кейін туралған пиязымызды және де сәбізімізді салып, сарғыш болып қызарғанға дейін қуырып аламыз. Одан кейін фаршымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамызға дәміне қарай тұз салуды ұмытып кетпеңіздер.
тақтайшамыздың жан-жағына ұн сеуіп шығамыз. Одан кейін қамырымызды алып, видеодағыдай формаға келтіріп шығамыз. Қамырымыздың ортасына салмамызды салып, жан-жағын бітеп шығамыз. Табамызға сұйық май құйып, қыздырып аламыз. Және де қамырымызды салып, екі жағы қызарғанға дейін қуырып аламыз. Мінекей біздің кешкі асқа ерекше тағамымыз дайын. Бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоларымды жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп, және де қолдау ретінде лайк басуларыңызды сұраймын. Және де каналымда әр 2 күн сайын жаңа видео рецептпен бөлісіп отырамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.